өткенде медицинаға түсуге абитуриенттерді шақырып едім, жаңағы сұрақтар түсіп жатыр, сауалдар. Пульмонология, торакальная хирургия қай жері қиын деп. Енді өкпе ең басты ағза деп айтайын. Өйткені әр маман иесі, әр дәрігер өзінің емдейтін ағзасын ең важный орган деп айтады. Негізінде жүрексіз адам өмір сүре алады. Өйткені ауыстырып салып орнына басқа не қойып қойсаң да, моторчик қойып қойсаң да, ал өкпені ауыстыру қиын. Өкпе әрқашан айтамын ғой, тал сияқты деп. Сол себептен онан кіріп шығатын тамырлары көп. Оның ағзаға деген сізді оттегімен қамтамасыз ететін ең басты ағза болған соң, мына ковидтің кезінде көрдік қой, қаншама адам өмірдің тынысына қоймай кетті. Бұл жерде өкпені зерттейтін болсаңыз, бүкіл бауыр, өкпе, қай ағзадан қан шығады, соның барлығы өкпеге келеді. Сол себептен барлық ағзаны да білгеніңіз жөн болады. Өкпе дұрыс ауа бермесе, мида бұзылады. Сол себептен мидада оқу керек, неврологияны. Соның барлығын білсеңіз, әрине доктор Хаус боласыздар.